Кезінде аналарымыз әрдайым елімізде тыныштық болсын деп тілейтін. Ертеде қазақ халқы 30-шы жылдары аштықтан қырылған кезде тыныштық тіледі. Одан кейін 41-ші жылдары үлкен соғыс болды. Онда да елімізде тыныштық болсын деп тіледі. 86-шы жылдары қаншама бой боздақтарымыз қырылды. Тыныштық болсын деп тіледі. Енді сол қолымызға жылдармен, ғасырлармен сұраған тыныштық келген кезде сол тыныштығымыздың қадірін білейік. Берекелі өміріміздің қадірін білейік. Біз жарқын болашақ үшін, біз экстремизм мен терроризмге қарсымыз. Бізге тыныш, бейбіт елде өмір сүрген ұнайды.